Бұл видеодан кешегі әңгіменің жалғасын тыңдай аласыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бір күні әзер дегенде Бағлан бастық Жаркентке алып шықты. Бірақ базар аралатып, кафеге отырғызумен шектелді. Қонақ қойдан жуас деген. Не дейін, Жаркенттің өлкетану мұражайына барып, аты әйгілі тұлғалардың ізі қалған тарихи жәдігерлерді тамашалап қайтуға қанша аңсарым ауды. Әттең қалтам тесік. Әйтпесе, Әбілхан Қастеевтей ұлы суретшінің шығармалары мен тәлім аларлық дүниелер бар. Осы өлкеде Шәкен Аймановтың Атаман ақыры көркем фильмі түсіріліп, басты рөлдерде Асанәлі Әшімұлы мен Нұрмахан Жантөриндер ойнағанын біреу білсе, біреу білмес. Қазақ-Қытай шекарасына дейін келіп тұрып, Қытай қорғанын көрмедім десем кім сенер? Талай марғасқа ақын жазушының шығармаларына арқау болып, не бір атақты адамдардың табаны тиген Жаркенттей киелі өлкеге енді қайтып келем бе, жоқ па? Кетерімде олар мені автостанцияға ертіп келді. Үшеу ара перронда тұрмыз. Қаражатсыз сапарға шыққалы тұрғаным еске түскенде жанарым еріксіз жер шұқитын. Ләзиза неге кешіктіріп жатыр? Әнеугүні Бағланнан әперемін дегендей еді. Мүмкін мені ұялтпас үшін оңашада бергісі келген шығар. Сол оймен Ләзиза жүрші, лимонад алайын деген сөз қапелімде аузымнан шығып кетті. Анадай жерде тұрған ұсақ түйек сататын дөңгершекке келіп мен: «Лимонадыңыз бар ма, Буратино?» деп едім. Сатушы: «Лимонад жоқ, сусындар бар, фанта, кола, спрайт», деді жалма-жан. Оларыңызға рахмет. Жоқ, Буратиноны тауып сұрағаным-ай, бар болғанда ше, қай ақшама сатып алар едім? Жанымда Ләзиза бар емес пе? Сол төлер еді. Оның үстіне ақшамның жоғын біледі ғой. Айтпақшы, ол неге беретін ақшасын бермей кешеуілдетіп жатыр? Бағланның көзінше беріп ұялтпай, оңашада ұстаса салса қайтеді? Осы оймен құрбымның бетіне қарасам, еш уайым қайғысыз, көңілі тоқ, көйлегі көк келе жатыр. Көзінде нұр ойнайды, ілтипатты, ізетті кескінде паңдықтың табы пайда болған сияқты. Келсек, Бағлан бізді күтіп тұр. Кел дана, мұнда отыр. Адам толып қалды. Жол сөмкемді багажға салып қойыпты. Екеуі де бетімнен сүйіп, құшақтап қоштасты. Жеңіл көлікке отырып, есігін жаптым. Олар маған қарап күлімсіреп тұр. Қол ұстасып алған. Машина отала бастады. Бағлан қазір беретін шығар. Көп адамның көзінше кісімсіп бергенді ұнатпады ғой. Жоқ, олар міз бақпайды. Ләзиза қолын әлсін-әлсін бұлғайды. Әйнекті ашып жіберіп, Ләзизаның есіне салсам бекен, деп ұмытып кеткен шығар дедім. Қой, сабыр қыл, көпшіліктен ұятты. Бермегенін тартып аласың ба? Машина орнынан баяу жылжи бастады. Мен дегенде Ләзизаның шығарға жаны жоқ еді ғой. Берейін деп тұрған ақшасын Бағлан ұмытып кетіп, бәлки қазір көліктің соңынан тұра жүгірер. Сол үмітпен соңғы рет бұрылып қарағанымда қол ұстасып, жайбарақат аяңдап келе жатқан жас жұбайларды көрдім. Екеуі де маған қарап мәз. Мен де соңғы рет қолымды бұлғадым. Машина оқтай түзу көшеге бұрылып, жылдамдығын үдетті. Шынымен-ақ бір теңгесіз жол жүріп кеткенім бе? Енді қайттым. Қанша уақыт сеніп келген, жер түбінен іздеп келген досымның достығы осы болды ма? Жағдайымды өз құлағымен естіді. Бет әлпетіндегі әбіржуді қалай ғана байқамаған түр танытты. Табалағандай маған жымиып қарай бергені несі? Жүрек езілді, қабырға сөгілді, жан дүние астаң-кестең. Ішімнен қиналып тұрсам да, салон ішін көзбен шолып үлгердім. Таксист орта жастағы жігіт. Оның қасында денелі, жасы 50-лерге
таяп қалған әйел адам отыр. Менің жаныма 30-40 жастардағы екі ер адам жайғасыпты. Олар екеу ара шүйіркелесіп келеді. Әркім өзімен өзі. Келерде жүрегім алып ұшып, қуанып келіп едім. Қайтарда ағыл-тегай жылап барам. Қимастықтан емес. Құдай-ау, қазір таксиске не деймін? Қазақ болса бір сәрі, ұлты басқа сияқты. Ұйғыр ма, дүнген бе? Ай даладағы бөгденің табасына қалғанша, жаңа неге әйнекті ашып жіберіп, Ләзизадан ақша сұрамадым екен? Тарам-тарам аққан жас бетімді жуып кетіпті. Пальтомның жеңімен мұрнымды тартқансып, көз жасымды сүртіп алам. Өтірік далаға қарағансып, егіліп келем. Мүмкін екеумізде де ақша болмаған шығар. Сонда Бағланның әке-шешесі, өзінің әке-шешесі, бауырлары, дос-жарандары бар дегендей. Ауыса тұруға болмас па? Өзегім өртеніп, ыстық-ыстық жас ытқып-ытқып төменге сырғып жатыр. Жеме-жемге келгенде жүрген тұрғанның қалтадағы қаражатқа кеп тірелетіні рас. Тобымызда Гүлбану атты атыраулық қыз оқыды. Кекірейген болмысына қарап, оны бәріміз Раиса Максимовна деп атаушы едік. Жарассын, жараспасын, соңғы сән үлгісімен киініп, бес батпан боянып алатын Раиса Максимовнамыз бір күні ақшадан қатты тарықты. Сәнқой сылқымымыз дүкенге барса, іздеп таба алмай жүрген иіс суының сатылып жатқан үстінен түсіп, қалтасындағы соңғы ақшасын жұмсайды. Артынша жұпар аңқыған иіс суды себініп алып, жатақханадағы бөлмені адақтады. Қыздар, қаражат көмектесе тұрыңдаршы. Үйден ақша келісімен қайтарып беремін. Біздің де теңгеміз таусылып, кіммен ауысарымызды білмей отыр едік, деді Ләзиза. Мен бұл жауапқа таң қалдым. Себебі кеше ғана Ләзизаның үйінен тәтесі келіп, қомақты қаражат тастап кеткенін көз көріп, құлағым естіген. Жақсылы-жаманды күнде жүз көрісіп жүрген жолдаспыз ғой, қарайласа тұрса қайтер еді деп ойлағам іштей. Күндіз-түні жанында жүргесін, сол теңгесі құрғырды оның жұмсамағанын да білем. Раиса Максимовнадан ұялғаным соншалық, артық ауыз тиын тебенімді саудыратып, алақанына салып берген едім. Балдай тәтті студент құрбылардың арасынан Ләзизаның сараңдығын бірнеше рет байқамадым емес, байқадым. Өнер десе ішкен асын жерге қоятын достар жиі бас қосып, театрға жүретін жаңа қойылымдарды жібермейтінбіз. Сонда Ләзизаның бір өзі театрға бармаймын деп әлек салғанда, жалынып, жалбарынып, билетін әперіп, ертіп барушы едік. Бұл жағдай кейін қалыпты көрініске айналып кетті. Құрып кетсін, терезеден тысқа көз салдым. Төбемнен таулар төніп тұр. Мені мазақтағандай, бірінен кейін бірі, тегі таусылшашы. Ей таулар, қандай тәкаппар едіңдер, және салқынсыңдар. Дәл осы қалыптарыңмен қаншама ғасырдың куәсі болдыңдар екен. Қойнауыңда қаншама ат көлікке мекен етіп, қаншама жолаушының сапарына тілекші болған, көк тіреген қарлы шыңдарменен асқақтаған құздарың мендей пақырдан да рақымын аямасыншы. Лаумен жүретін баяғы заман болмаса дағы жүйткіген Жигулидің жүргізушісін мейірімді ете көр. Таксидің құны Сарыөзекке дейін 500 теңге екенін біле тұра, мұнда неге отырдым? Жол билеті арзандау, автобусты біраз күтуге тура келді. Такси ағылып жатқаннан кейін Бағлан ғой, отыр деп кеукелеген. Таксистен де, жолаушылардан да ұят болатын түрі бар енді. Таксиске айтып, түсіп қалсам бекен. Ойымды оқып қойғандай, машина кілт тоқтады. Бензин құйып алайын, деді таксист түсіп бара жатып. Ай дала, жапан далада жанар-жағар май құю станциясы. Ал енді дана түсе ғой. Ойбай-ау, айналаның бәрі тау мұнартады.
Мына арадан түсіп қалсам, аю жеп қойса дағы ешкім білмейтін түрі бар. Меңіреу даладан гөрі ел ішінен түсіп қалайын да. Серік Жанабіл ол ертең атылады хикаясында ақын Сараның бозжорғаға міне сала бір жансалдың артынан қуып шығып, түн ішінде Меңіреу таудан адасып, шошынып, таң атқанда оны есі кіресілі шығасылы жатқан жерінен ел-жұрты тауып алғанын айтады. Құдайым, сондай қауіп-қатеріңнен сақтағайсың. Еркеліктен шығар, көзімнен жас аққанда мұрным қоса сыр беруші еді. Сол әдет үдеп бара жатқан соң пальтомның қалтасындағы бет орамалыма қол жүгірттім. Жаны нәзік қыз болған соң ба, жасқа шыланған көздерімнің бейтаныс жанарлармен түйілісіп қалуынан сақтанып отырмын. Ғабит Мүсіреповтің «Қазақ солдаты» романы «Зытып келем, зытып келем. Артыма қарай-қарай зытып келем» деп басталушы еді ғой. Сол кезде Қайрош зытып келе жатып, жылап келе жатады. Жылап келе жатып, байдан көрген зорлық-зомбылығын көз жасымен бұлайды. Шіркін-ай, кең даланың төсінде емін-еркін жылаған Қайрош қандай бақытты. Өкіріп жыласа дағы, бақырып жыласа дағы, ішіндегі запыранын толық сыртқа шығара алады. Сол мүмкіндік дәл қазір менде болмай тұр. Тар жерде қыстығып отырғанымды қарашы. Қарындасым, неге қамығып келесің? Тұтқиылдан қойылған сұраққа әуелі не деп жауап берерімді білмедім. Маған тақау отырған аға екен. Жай аға, көңілім босап кеткені, дедім одан бетер бір уыс болып. Қой айналайын, манадан бері мұрның пысылдап мазасыз болып келесің. Кешіріңіз, жолға шыққанда жылауға болмайды қалқам. Жаңа сені шығарып салғандар кімдер? Дос қызым мен оның күйеуі. Өзің қайда тұрасың? Манкентте. Дос қызың мұнда қайдан жүр? Мұнда тұрмысқа шыққан. Осылай диалог өрбей берді. Ал әңгіменің жалғасын келесі видеодан тыңдай аласыздар. Ол үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Әңгіме ұнаса, міндетті түрде комментарий қалдыра кетіңіз.